Мінекей бүгінгі заказ қазір кетеді. Жаңа молочная девочка тортына заказ кеткен, оны видеоға түсіріп үлгерген жоқпын. Сіздермен бірге НК влог. НК лайф влог. Фото видео түсіріп қойды бар ма? Иә. Мінекей мысық. Киімін ауыстырған. Дайындалу барысында бос молокосос торты, Орео торты әлі ақырымен жасаймыз, әлі печеньелерін ауыстырамыз. Пока осылай. Бос молокосос торты дайын. Мен магазинге бара жатырмын. Үйге келіп мегабокстар дайындап жіберу керек. Және де ертеңге дайындық ретінде молочная девочка торттарын пісіру үшін бізге шөңкалар алып келу керек. Солай. Алматыда қыс. Кәдімгідей қар уже. Бүгінгі торт. Мынау мынандай тұрады негізі. Келесі торт. Жазмадым екен. Направлениесін жасап жатырмын, ол үшін мен печеньелерді кесіп алдым. Және де мынандай тиындар бар менде. Арнайы сатып алғанмын. Оны негізі кейде былай золотистый күйіншеде қалдырамын. Оформлениеде әдемі көріну үшін бұл жолы тиынды ашып, кондуринмен боямақшымын. Тортымыз дайын. Бүгінгі күн торт және торт. Мұнда бізде печеньелер, тиындар, апельсин, мынау тиындар керемес, қабықтары. Кешкі ас ішейін деп жатырмыз. Торт жібердім. Енді ертеңгі онлайн мастер-классқа дайындық қараңыздар, шынақ комод қандай болып құрастырылған. Өте қатты ұнап. Осы фонда видео түсіретін боламыз. Кешегі заттардың барлығын осылай барынша әдемі етіп қоюға тырыстым. Бірақ әлде де өзгерістер енгіземіз, оларға заттар саламыз деген сияқты. Қуанып тұрмын. Супергеншек шоп парақшасына жаңа товарлар келді. Ол мынандай миксерге арналған ыдыс. Мен бұрын өзім қолдағанмын. Өзім сындырып алған болатынмын. Өзімнің қателігімнен сындырдым, себебі мен морозильникке салып кейін пышақпен ішіндегі мороженейді тесемін деп түбін сындырып алған болатынмын. Ол мынандай 2,5 литрлік крышкасы жабылады, и мына крышкасы ашылады. Бір қолымен ыңғайсыз болып жатыр, мінекей. Мына жерге миксерді салып, миксерлейсіз өте ыңғайлы, яғни крем жан жаққа шашырамайды. Бағасы да қол жетімді, 1,5 теңге. Және де новый поступление көп товарлар келді. Супергеншек шопқа, бірақ әзірге фотоға, видеоға түсіруге мүмкіндік болмай тұр. Мастер-классқа дайындық. Крем болып қалған, бір нәрсе болып қалған деген жерлердің барлығын жуып, сүтіп тазалап жатырмын. Менің столигім. Енді қазір пешімді жуам. Мен біраз жуатымыздан бәрін жуып тазалап шығамын. Ертеңгі онлайн мастер-классқа мен киімдерім дайын. Яғни формалана киетін боламын. Ішінде орамалдары бар. Все, мен дайынмын. Енді тек өзім маска жасап жүрмін. Слава нервныйлар қарамасын. Мен бетімде маска. Мынандай маска, корейский. Негізі кәдімгі обычный маскалар сияқты жағылады бетке. Сосын бетте тұрғаннан кейін 1 минуттан кейін андай бетімді көрдіңіздер ғой, осылай осылай көбік болып ісіп кетеді. Өзі сондай маска. Интернетте, инстаграмда хит болған маскалардың бар ғой. Біраз бойы жасамаған ма, енді бүгін жасап тұрмын. Байқағандарыңыздай менде мастер-классқа деген қызу дайындық. Өзімді де, тәрәлпетімді де, заттарымды да барлығын дайындап жатырмын. Сіздермен бірге. Неге сөйлесіне қалдыңыз? Шашыңыз қайдыңыз? Жатырыңыз. Марал, соғысына шық.
Қашып жүр камерадан. Я, бетіме жара шыққан. Мына мәсі күшті екен. Я, масы өте күшті. Жаңа. Жып-жылы. Бәрінде мәсі бар, менде мәсі жоқ. Жаңа шештім мен. Ертең мен құралайға алып келіп беремін. Біздің фонымыз почти дайын болып қалды. Почти. Маған ұнап тұр. Енді осындай новый фонда новый видеоларды бастайтын боламыз. Және де Супергеймчек арнасына да осы фонда видео түсіріп шығаратын боламын. Сондай қуаныштымын. Маған ақшай дұрыс болмады десем де. Қайдадан жейшін деп жатырмыз. Пожалуй, лимонмен. Просто шай.